Assalamu alaikum dostlar. Бүгін біз осындай аз ғана заттан биік болып шығатын қызылшадан салат жасап үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Біздің салатымызға піскен сәбіз, жұмыртқа, қызылша қажет және бір алма керек болады. Алмамызды ең алдымен осылай бөлікке бөліп аламыз. Тағы да басқа рецепттерді көргілеріңіз келсе, маған тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алмамызды бөлікке бөліп алғаннан кейін сыртын қабықтарын алып, керек емес жерлерін барлығын алып тастаймыз. Жұмыртқамызды да тазалап аламыз. Ағын және сарысын бөлік аламыз. Бөліп сарысы бізге бетін сәндеуге қажет. Барлығын осы заттардың барлығын енді үккіштен өткізіп аламыз. Орташа көлемде өткізе берсеңіздер болады. Сәбізімізді, жұмыртқамызды, сарысын ағын бөлек-бөлек өткізіп аламыз. Қызылшамызды да барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Бұл салатты мен өзім өте жиі жасаймын. Қонақ күткен кезде дастарханға әдемі етіп ұсынсаңыздар, тез желініп келетін салаттардың бірі. Алмамызды да барлығын өткіземіз. Енді жұмыртқаның сарысын майда үккіштен ақырын өткізіп аламыз. Бетін сәндеуге бізге қажет болады. Мен барлық осы салаттардың барлығын формада жинайтын боламын. Егер сізде осындай темір форма болмаған жағдайда қызанақ немесе майонездің шелектерін түбін алып тастап, осылай форма етіп алсаңыздар болады. Салатты формада жинаған өте әдемі, дастарханға қойған кезде де әдемі көрінеді. Міне біздің формамыз дайын. Мен бірақ өзім темір формада жинайтын боламын. Барлығын салып, нығыздап, салатымызды жинауға кірісеміз. Осылай сәбізімізді саламыз, кішкене тұз саламыз дәмі кіру үшін. Нығыздап сала беріңіздер. Содан кейін үстіне майонезді салып, барлығын бір келкетіп жағып шығамыз. Сәбізімізден кейін алмамыз саламыз. Алмаға тұз, майонез қажет емес. Өзінің тәтті дәмімен осылай қойып, барлығын нығыздап салып болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін үстіне кішкене тұз сеу жеріңіздер, майонезімізді қосып, осылай жинаймыз. Ең соңынан осылай қызылшамызды саламыз. Қызылшаны көбірек сала беріңіздер. Үстінен үлкен болып тұру керек. Осылай салып болғаннан кейін аз ғана үстінен шым-шым тұзымызды, майонезімізді қосып, жақсылап бетіне жағып шығатын боламыз. Ең соңынан осылай біз формамызды ақырын ғана шешеміз. Алып тастаймыз формамызды. Бізде осылай міне биік салатымыз дайын болды. Енді осыны айырлау үшін жұмыртқаның сарысын толығымен үстіне салып шығатын боламыз. Мен осылай тағы үстінен көкшөп, укроппен салып кішкене әрледім. Сіздер басқа консервідегі кукурузбен де, басқа заттармен де әрлесеңіз болады. Осылай мен көкшөпті қойып шықтым. Салатымыз міне дайын болды. Егер рецепт сізге ұнап, пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.